Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер? Мен Гүлназ Сабитовна, гинеколог-дәрігер. Бүгін біз өте практикалық тақырып туралы сөйлесеміз. Гинекологқа алғаш барғанда не сұрау керек? 5 сұрақ. Көп әйел гинекологқа барады, тексеруден өтеді, бірақ ештеңе сұрамайды. Ұялады, уақыт жоқ деп ойлайды, немесе не сұрарын білмейді. Сосын шығып барып, мынаны сұрасам болатын еді деп өкінеді. Бүгін мен сізге гинекологтан міндетті сұрауыңыз керек 5 сұрақты айтамын. Бұл сұрақтар сіздің денсаулығыңыз туралы толық ақпарат алуға мүмкіндік береді. Дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Мен бүгін сізге мынаны айтамын. 5 сұрақ неліктен маңызды? Қалай сұрауға болады? Нақты сөздер. Және дәрігер жауабынан не күтуге болады? Дайынсыз ба? Бастайық. Алдымен маңызды нәрсені айтайын. Гинеколог кеңесі. Бұл ләшақты процесс емес. Дәрігер сөйлейді, сіз тыңдайсыз деген емес. Бұл диалог. Сіздің сұрақ қоюға толық құқығыңыз бар, тіпті міндетіңіз бар. Өзіңіздің денсаулығыңыз туралы ұялмаңыздар, сұраңыздар. Бірінші сұрақ. Менің циклім нормама? Бұл ең бірінші және ең маңызды сұрақ. Неліктен? Себебі цикл әйелдің денсаулығының барометрі. Цикл нормада болса, гормондар нормада, аналық бездер жақсы жұмыс жасайды. Жалпы денсаулық жақсы. Бірақ норма дегенді білмей барасыздар. Гинеколог соны анықтайды. Сіз айтасыздар, циклдың ұзақтығын, етеккірдің молдығын, ауырсыну бар жоғын, тұрақты ма, тұрақсыз ба, дәрігер бағалайды. Қалай сұрайсыздар? Дәрігер, менің етеккірім мына күндері болады, мына уақытқа созылады, мына мөлшерде. Бұл норма ма, немесе бірдеңе тексерту керек пе? Дәрігер жауабынан не күтесіздер? Нормада болса, жай ғана растайды. Бірдеңе алаңдатса, қосымша тексеру тағайындайды. Мысалы, ультрадыбыс, гормон анализі. Неге маңызды? Себебі цикл тұрақсыздығы, СПКЯ, эндометриоз, тиреоид мәселесі, гормональды бұзылыстың ерте белгісі болуы мүмкін. Ерте анықталса, ерте шешіледі. Ал сіз норма шығар деп жылдар бойы елемеуіңіз мүмкін. Дәрігер сұрамаса, айтпайсыздар, сіз сұраңыздар. Екінші сұрақ. Маған қандай тексерулер қажет? Бұны аз адам сұрайды, бірақ өте маңызды. Жыл сайын гинекологқа барасыздар, бірақ қандай тексерулер жасалу керектігін білмейсіздер. Дәрігер тағайындаса ғана жасайсыздар. Ал дәрігер кейде барлығын тағайындамауы мүмкін, уақыт жоқ болуы мүмкін. Немесе сіздің жасыңызды, анамнезіңізді ескермеуі мүмкін. Сіз белсенді болыңыздар, сұраңыздар. Қалай сұрайсыздар? Дәрігер, менің жасыма, жағдайыма қарай қандай тексерулер жасауым керек? ПАП тест жасадым ба, жасау керек пе? УДЗ жасату керек пе? Гормондарды тексеру керек пе? Қандай анализдер тапсырайын? Дәрігер жауабынан не күтесіздер? Жасыңызға қарай нақты тексерулер тізімі. Мысалы, 25 жастан ПАП тест, 35 жастан маммография, климакс кезінде сүйек тығыздығы. Жүктілік жоспарласаңыз, арнайы тексерулер. Неге маңызды? Себебі гинекологиялық рак ерте кезеңде белгісіз. ПАП тест 5 минут, бірақ жатыр мойын рағын ерте анықтайды. Анықталмаса, кеш кезеңде өте ауыр. Бір сұрақ, өмір сақтайды. Үшінші сұрақ, менің нәтижелерім туралы толық айтыңызшы. Бұл өте маңызды сұрақ. Тексеруден өткен соң дәрігер нәтижені айтады. Жақсы, норма, мәселе жоқ деп. Бірақ осымен аяқталмасын. Нақты сұраңыздар. Неліктен? Кейде дәрігер аздаған ауытқуды маңызды деп санамайды. Бірақ сіз үшін маңызды болуы мүмкін. Немесе бірдеңені айтуды ұмытады. Немесе медициналық терминмен айтады. Түсінбейсіздер. Қалай сұрайсыздар? Дәрігер, менің ультрадыбыс нәтижесі туралы толық айтыңызшы. Барлығы нормада ма? Ешқандай ауытқу жоқ па? Анализдерінде нені байқадыңыз? Алаңдататын бірдеңе бар ма? Немесе, дәрігер, сіз мынаны айттыңыз, мен толық түсінбедім. Қарапайым тілмен айтып бере аласыз ба? Дәрігер жауабынан не күтесіздер? Нақты, түсінікті жауап. Қайсы бір нәтиже нені білдіреді? Бақылауда болу керек пе? Қосымша тексеру керек пе? Неге маңызды? Сіз, пациент, сіздің нәтижелеріңіз туралы толық ақпарат алуға сіздің толық құқығыңыз бар. Ешқандай сұраққа артық деген жоқ. Дәрігер сізге жауап беруге міндетті. Және жақсы дәрігер ризашылықпен жауап береді. Төртінші сұрақ. Контрацепция туралы кеңес беріңізші? Бұны сұрамайтын әйел өте көп. Ұялады.
немесе өзім шешемін дейді. Бірақ контрацепция медициналық мәселе. Жай ғана дәріхананың кеңесіне жүгінбеңіздер. Гинеколог тексеріп, жеке кеңес береді. Неліктен маңызды? Себебі барлық контрацепция барлығына бірдей келмейді. Сізде тиреоид мәселесі болса, белгілі бір таблетка болмайды. Тамекі шегіп жатсаңыз, белгілі бір тәсіл болмайды. Мигрень болса, белгілі бір таблетка қауіпті. Жасыңызға, денсаулығыңызға, жоспарыңызға қарай дәрігер жеке кеңес береді. Қалай сұрайсыздар? Дәрігер, маған қандай контрацепция ұсынасыздар? Жасыма, денсаулығыма қарай қайсысы тиімді? Гормональды таблетканы ішсем, қандай жанама әсер болуы мүмкін? Маған спираль ұсынасыз ба? Дәрігер жауабына не күтесіздер? Жеке кеңес. Тексеру нәтижесіне, жасыңызға, жоспарыңызға қарай нақты ұсыныс. Пайдасы мен қаупі туралы нақты ақпарат. Неге маңызды? Дұрыс таңдалған контрацепция жоспарсыз жүктіліктен сақтайды. Кейде гормональды таблетка контрацепцияға ғана емес, СПКЯ белгілерін азайтуға, цикл реттеуге де қолданылады. Дәрігер осыны ескеріп, кеңес береді. 5-ші сұрақ. Жыныстық денсаулығым туралы не айтасыздар? Бұл ең аз сұралатын, бірақ ең маңызды сұрақтардың бірі. Жыныстық денсаулық жалпы денсаулықтың бөлігі, бірақ гинекологтан сұрауды ұялады. Неліктен маңызды? Жыныстық жол инфекциялары кейде белгісіз болады. Хламидиоз, микоплазмоз жылдар бойы белгісіз жүреді. Жолдарды зақымдайды, бедеулікке апарады. Скрининг жасалмаса анықталмайды. Сонымен қатар жыныстық қатынас кезінде дискомфорт, ауырсыну, оргазм мәселесі, бұлар туралы дәрігерге айтуға болады. Айтуыңыз керек, шешімі бар. Қалай сұрайсыздар? Дәрігер, жыныстық жол инфекцияларына скрининг жасату керек пе? Маған ВПЧ тесті немесе ПАП тест жасалды ма? Жыныстық қатынас кезінде дискомфорт болса, не істеуім керек? Либидо төмен болса, бұл туралы сізге айта аламын ба? Дәрігер жауабына не күтесіздер? Скрининг тізімі, инфекция анализдері, жыныстық денсаулық туралы ашық кеңес. Жақсы дәрігер, бұл сұрақтарға ашық жауап береді, ұялтпайды. Неге маңызды? Жыныстық денсаулық ұялатын тақырып емес. Бұл медицина. Дәрігер осы туралы жүздеген рет естіген. Сіз бірінші емессіз. Айтыңыздар, сұраңыздар. Бонус, 6-шы сұрақ. Келесі визитім қашан болуы керек? Бұл қарапайым, бірақ маңызды сұрақ. Гинекологқа жылына 1 рет бару жалпы ереже. Бірақ сіздің жеке жағдайыңызда жиірек болуы мүмкін. СПКЯ болса 6 айда 1 рет. Бедеулік мәселесі болса жиірек. Климакс кезінде дәрігер шешеді. Қалай сұрайсыздар? Дәрігер, мен қашан қайтып келуім керек? Жыл сайын ба, жиірек пе? Дәрігер жауабына не күтесіздер? Нақты мерзім. Не себепті жиірек немесе сирек баруымыз керек екені? Жалпы кеңес. Дәрігерге бармас бұрын сұрақтарыңызды жазып алыңыздар. Телефонда немесе қағазда. Кабинетке кіргенде естен шығып кетуі мүмкін. Жазып алсаңыздар, ештеңе ұмытпайсыздар. Сонымен қатар циклдеріңізді жазып жүріңіздер. Дәрігерге нақты ақпарат беруге мүмкіндік болады. Және мынаны есте сақтаңыздар. Дәрігер сіздің серіктесіңіз. Ол сіздің денсаулығыңызды сақтауға тырысады. Сіз де тырысыңыздар. Белсенді болыңыздар. Сұраңыздар, айтыңыздар. Қорытынды айтайын. Гинекологқа алғаш барғанда не сұрау керек? 5 сұрақ. 1. Менің циклім норма ма? 2. Маған қандай тексерулер қажет? 3. Менің нәтижелерім туралы толық айтыңызшы. 4. Контрацепция туралы кеңес беріңізші. 5. Жыныстық денсаулығым туралы не айтасыздар? Бонус. Келесі визитім қашан болуы керек? Осы сұрақтарды сұраңыздар, толық ақпарат алыңыздар, денсаулығыңызды өз қолыңызға алыңыздар. Осы видео сізге пайдалы болса, лайк басып қойыңыздар, каналға жазылыңыздар, комментарийде жазыңыздар, гинекологқа бару туралы сұрақтарыңыз болса, жазыңыздар. Барлық комментарийлерді оқимын. Жақындарыңызға, достарыңызға, қыздарыңызға осы видеоны жіберіңіздер. Гинекологқа дұрыс барудың өзі денсаулықты сақтайды. Келесі видеода жыл сайын гинекологқа бару неге маңызды деген тақырыпта сөйлесемін. Белгі болмаса да. Сонда кездескенше, аман болыңыздар, денсаулықтарыңыз мол болсын. Мен Гүлназ Сәбитовна, қайта кездескенше.